Қуандық Шаңғытбаевтың 90 жылдығына орай биыл қыздар ай қойылымы көрерменге жол тартты. Қойылымда сүрбойдақтар мен тұрмыс құра алмай жүрген қыздар проблемасы көтеріледі. Режиссер бүгінгі заманмен үндестіріп, дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы осы мәселені шешуге болатынын ұсыныпты. Өзіңнен өтіп кеткен кезеңді қайтадан есіңе түсіріп, сол сезімдерді, сол шақты, өзің өміріңде өткен сол кезеңдерді ойнау қайтадан әрине қызық. Режиссер Сағызбай Қарабалиннің қойылымы барынша жинақы. Әдемі әуендер, артистердің билері көрерменнің көңілін серпілтеді. Қаймағы бұзылмаған қазақы қалжың, астарлы әзілге құрылған шығарма кейіпкерлерін актерлар шынайы сомдауға тырысады. Режиссер бізге Сағызбай ағай мұны қазіргі заманға лайықтап, музыкасымен, киімдер үлгісімен халыққа жеткізді. Айдай сұлу, Айсұлу деп ақырып жүрген сүрбойда жігіттер ауылға барып, соңында өз теңдерін табады. Айсұлу демекші басты кейіпкер Айсұлудың рөлін бұл жолы Ақтөбедегі колледждердің бірінің студенті 18 жасар Алина Сиралина сомдап шықты.